Biz YouTube'tamız, Жаке. Бірден бастап кете береміз. Амандаспаймыз, сәлемдеспейміз. Мейрамбек ініңіз жақында үйленген. Сіз болсаңыз, осы отбасыға қатысты бүкіл тақырыптарды қазір көтеріп жүрсіз, жақсы көтеріп жүрсіз. Бірақ алдыңызға кіріп ақша екенін естіп қалдық. Сондай бар енді. Енді Жаке, біз үйленеміз, әйел аламыз, әйтеуір үйреншіктілік сияқты. Жалпы отбасы деген не ол өзі? Енді мен көбінесе байқап жүрсіз ғой, айтып қалдыңыз ғой, отбасы тақырыбын көтеріп жүрсіз. Отбасы тақырыбын мен көбіне осы шариғат жағынан көтерем, дін жағынан көтерем. Себебі адамды жаратқан Алла болғандықтан, Алладан артық адамға не қажет екенін білетін құдірет жоқ. Сол үшін сол тұрғыдан көтерсек, біз көп нәрсеге қателеспей жауап береміз. Әлгі Абайдың ақсақал айтсын, бай айтсын, кім болса мейлі ол айтсын, аятқа десе емес қой дегендей. Сол жақтан тұрғыдан жауап берген жақсы көреміз. Енді шариғат тұрғысынан қарасақ, екі қыз бен жігіттің ойнасқа барып қоймау үшін, салиқалы ұрпақ өрбіту үшін екі арадан, және имандарын бүтіндеу үшін бір-бірімен сөз байласуын неке отбасы деп айтамыз. Өкінішке орай біздің түсінікте біреу үй болып кетті, отбасы болып кетті дегенді біз былай түсінеміз. Отбасы болып кетті деген бір екі ерлі зайыптылар жаңа барады да ЗАГСқа тұрады. Енді ол жақсы ғой, тұрады ғой, дұрыс қой, заң ғой енді. Сөйтеді да бір үй алып, астына машина алып, бір жұмыс істеп жатса, бұлар отбасы болып өмір сүріп жатыр. Иә, соны тұрақты көреміз да. Байып кетсе. Осы отбасы деген осы деп түсінеміз. Ал мына жақта қараңыз, отбасы құрмас бұрын бізді хайуаннан ажыратып тұрған нәрсе, мынау үш мақсат болу керек. Бірінші мақсат бұл күнә жасап қоймау. Яғни некесіз болса ол күнә болады ғой. Ал имам Ахмадтан жеткен хадисте айтады, зинақорлық кедейлікке бастайтын жол дейді. Қазақ оны күшті түсіндіреді. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды. То есть бойдақтың дүниесінде ешқашан береке болмайды. Неге? Өйткені ол бәрібір ойнасқа барып қою қаупі бар. Ол жаңағы соның себебінен оның дүниесінде береке болмайды. Қашан оның берекесі болады? Ол үйленген кезде берекесі болады. Үйленгеннен кейін байып кетті деген әңгімелер негіз түбі бар ғой? Түбі бар. Өйткені жаңа аятта да келеді, араларыңдағы бойдақтардың жақсыларын үйлендіріңдер, егер олар кедей болса дейді, Ниса сүресінде айтады, Алла өз мейірімімен оларды байтады дейді. Яғни некенің түбінде береке бар, байлық бар екенін Ниса сүресінде Құранда айтылып тұр да. Яғни бірінші мақсат бұл естеу, ойнас жасап қоймау, күнәға барып қоймау, адал жолмен осы нәрсені жаңағы қанағаттандыру. Келесі мәселе салиқал ұрпақ сүю. Яғни сен салиқал ұрпақты көбейту деген ой болу адамның басында болуы. Егер ондай ой болмаса адамда, жай әшейін төсек ләззатын алып жүрген хайуаннан адам айырмашылығы жоқ болып қалады. Сол үшін көбірек ұрпақ сүюге тырыспай жүргендердің көбісінің түбінде екі баламен шектеліп қалу, ол көбінде материальный жағдайдан бұрын бірінші мәселе ол не жатыр? Мен жаңағы фигурам сақтаймын, сол төсек қатынасында әлсіреп қаламыз деген сияқты жаман пиғылдар жатыр да. Келесі мәселе бұл ұрпақ көбейтуді қалау. Үшінші мәселе иман бүтіндеу. Пайғамбарымыз сосын айтып отыр. Сендер дейді, әйелің дейді, иманыңның жартысы, қалған жартысына енді өзің сақ бол дейді. Салиқалы әйел иманның жартысы, қалған жартысына енді сақ бол дейді өзің. Сонда бұл екеуі қосылады да иман бүтін болады сол кезде. Оған дейін бойдақта еш жоқ деген сияқты қазақтың сөзінің түбінде осы нәрсе жатыр. Сондықтан отбасы деген осындай үш түрлі ниеттен тұратын үлкен бір ұғым, сөз байласу. Мейрамбек, сен мысалы үйленген кезде осы үшеуін қадағаладың ба өзің мысалы? Қадағаладық. Енді Жакенің қасында жүріп, тәлім тәрбиесін, ақылын, кеңесін тыңдап жүргеннен кейін менің жалпы отбасын құруыма тікелей осы кісі себепкер болды. Сабақтары ма, өзі ма? Өз ақыл кеңесі ғой енді, өзі де, сабақтары да. Тегін алдың ба сабақты? Тегінен. Мен әшінен жаңағыдай кіріп бір кісілер сияқты отырып алмаймын, кіремді шығамын дедім ағаға. Біраз нәрсе біліп. Бірақ енді Алла разы болсын ағамызға әйтеуір білмегеніміздің барлығын үйретіп, айтып, ақылын өстіп, қазір бір бүтін отбасы болып. Тура осы үш ниет болды ма сенде демек? Мысалы бізге тұрақты сияқты үйлене салу, бір қыз сала салу. Негізі көп адам былай ғой енді, үйленуге дайынсың ба деген кезде, енді білмеймін, көбісі, басым көпшілігі былай ойлайды. Үйленуге дайынсың ба деген кезде ол
материалдық жағдайын ойлайды. Ақша жағын. Ақша жағын. Дайынсың ба? Иә, ақша болса, значит дайынсың. Болмаса дайын емеспін деген. Үйің болса, болмаса. Бірақ мен материалдық жағын ойлаған жоқпын. Мүлде дайын болған жоқ о жағынан. Материалдық жағынан. Жинаған ақшам да болған жоқ қалтамда. Материалдық жағын дайынсың ба деп сұраған кезде материалдық жағын ойлаған жоқпын. Мен мына жақта рухани жағын ойладым. Ертең мен қандай жар аламын, оны жалпы қалай тәрбиелеймін, ертең қандай бала-шағаның әкесі боламын. Болмаса қандай бала-шағаның анасы болады. Иә, қалай отбасын құрып, қалай бір жақсы салиқалы отбасылардың қатарына еніп кетеміз деген сияқты ойлар болды да. Және өзім де осы нәрселерге қарап білім алып бір іздене бастадым. Осы Жәкеңдердің қасына жүріп сұрай бастадым. Сонда үйленбей жатып білім алу керек қой негізі. Біз қыз дейміз ғой үйленерде. Иә. Үйлену бұл білімсіз амал үлкен қылмыс дейді ғой шариғатта. Енді ол бір машиненің рөліне, көліктің тізгініне 5 жасар баланы отырғызып алматының пробкасына жіберген сияқты ғой. Отбасы туралы білім алмай үйленіп кеткен семья осындай болады. Енді ол не істейді ол енді? Машинаның рөлін айдай алмайтын, оны ұстай алмайтын, жол ережесін білмейтін адам не істейді? Ол жол апатына ұшырайды. Сөйтіп қанша жанұяның кемесі суға кетіп жатыр. Қанша жанұяның кемесі суға кетіп. Оған кім кінәлі? Басында оған дайындық жасамаған адамдар кінәлі. Ата-ана кінәлі, ағасы кінәлі, оған дұрыс бағыт бермеген қоғам кінәлі. Әлгі Абайдың керемет сөзі бар ғой, адам өзі сол қоғам тәрбиелейді. Егер адам бір қателікке ұшыраса, қоғам бәрі кінәлі болады дейді осыған. Бәріміз кінәліміз. Дұрыс бағыт бермей жатырмыз, шешесі бермей жатыр. Мен қатарымда, мен қатарластарым енді басым көпшілігі үйленген жоқ қой, мысалы, иә. Солар енді бір жақын араласатын бір досым бар еді. Қызымен жаңа танысып, сөйлесіп жүргеніне, жаңа қарым-қатынаста болып 6 ай болған екен да. Енді мен айтамын ғой, енді бір-бірлеріңді жақын танып қалдыңдар 6 айдың ішінде, енді жаңағы неке қиып, бір отбасын құрмайсыңдар ма десем, маған тойымды сен жасап бересің ба дейді да. Енді ақша болмай жатыр дегені ғой. Ақша жинап алайын. Енді қазір арамызда осындай адамдар көп та, Жәке. Мынау ключевой момент қазір айтып отқан нәрсе. Бірінші айтып кетейікші, Мейрамбектің жасы 21-де. Яғни 21-дегі жігіт үйленіп отыр. Бұл енді көп адамдар қазір ойлауы мүмкін, о, қалай деген сияқты. Бұл енді 21-дегі адам, жұмыс істеп те үлгермеген ғой, университет кеше біткен адам ғой, сөздің ашығы. Енді келесі мәселе бұл жерде тағы өте маңызды мәселе, жаңа айтып қалды. Мен сонда екеумізді тойымыз сен істеп бересің бе деп айтты. Көп адам ақшаға келіп тірейді. Жаңағы аят бізге нені аңғартып тұр? Егер бойдақтардың арасында жақсыларды үйлендіріңдер, бойдақтардың арасындағы жақсыларды үйлендіріңдер, егер олар кедей болса, Алла өз мейірімен олар байтады деген, ешқашан ақшаға тіреуге болмайды неке мәселесін деген сөз. Ақшаға тіреп қоюға болмайды бұл мәселені. Мысалы, қарапайым мысал айтайын сізге. Адам қайтыс болған кезде, сол адамның қайтыс болғанын шығарып салу рәсіміне, асы, қырқы, бейжембі шайы деген сияқты мәселелерді есептесеңіз, тойдан 3 есе көп қаражат кетеді. Бірақ сол адамның қайтыс болғанда ешкім дайын емес еді да. Ойламаған жерден қайтыс болды ғой. Ойламаған жерден адам кетіп қалды, бірақ кім көмілмей қалып кетіп жатыр айтыңызшы. Кімнің қырқы немесе жылы немесе жаңа бейжембі шайы өтпей қалып жатыр. Кімнің жетісі немесе қонағасы берілмей қалып жатыр. Жылқы сойылып бәрі істелініп жатыр ғой, дұрыс па? Демек бұл жерде жаңағы мен ауыл тойы, мынау дегенге мынандай ақша керек деген сияқты ойдың барлығы шайтан қорқытып тұр да бізді. Өйткені шайтанның басты мақсаты не? Ерлі-зайыптылардың арасын ажырастыру. Енді одан да оңай нәрсе екеуін қоспау да. Үйлендірмей тастасаң, оны әуре болмайсың да, сен оларды ажыратам деп әуре болмайсың. Ал үйлендірмей тастаудың керемет әдісі жүре берсеген екеуі, бір-бірімен жүре берсеген. Мысалы, біздегі мынандай, соны жаңа Мейрамбек айтып қалды, мынандай түсінік бар. Яғни екеуі жүріп үйленіпті. Мен айтамын, мынау ажырасып кеткендердің 100% ажырасып кеткендерді айтамыз. 100%? Осылар жүріп үйленгендер да. Жүрмей үйленген ешкім жоқ. Бәрі жүрді, бір-бірін таныды, көшеде кетіп барады, бүйтіп түрін көрмей біреу бүйтіп үйленіп кеткендер ол жоқ ондай. Білді оны, таныды, қандай адам екенін бәрін біліп тұрып үйленді. Енді осы адам тануға көмектесетін нәрсе ма қыз бен жігіттің жүруі, қыз жігіт болып жүруі деген мәселе? Жасандылық көп сияқты, таным жоқ. Өйткені ислам ғалымдар айтады да. 10 жыл жүрсе де қыз бен жігіт бір-біріне жасанды мінез көрсетеді дейді. 10 жыл жүрсе де жасанды мінез көрсетеді бір-біріне.
Өйткені адамның шынайы мінезі үйде көрінеді да. Оған дейін ол бір-біріне жасанды мінез көрсетеді. Сонда бұл жасандылық ол 20 жылға созылса да сол жасандылық болып қалады. Сол үшін азаматтық некеде, қыз бен жігіттің жүруде бұл ешқандай танитын фактор емес. 10 жыл мектептен бастап жүріп, үйленіп, 2 айда ажырасып кеткен семьяны, мынанша семьяны білемін. Енді неге ажырасып кетіп жатыр олар? Танымады ма бір-бірін? Танып тұр ғой енді неге? Жүрді ғой сонша енді, 10 жыл жүрді ғой, неге енді ажырасады олар? Олар ажыраспау керек еді, олар сұмдық танып тұрады ғой бір-бірін. Демек, бұл ешқандай да бір-бірін танып. Ал енді адамды танудың керемет шариғат көрсеткен әдістері бар. Ол жаңа ақыл болады негізі. Болды. Айдалғаннан кейін ақша саламыз. Кремде жағып. Негізі бұл жердегі әдістер жаңағы мен айтып отқан. Бұл әдістерді адам меңгерсе, Қажеке, адам танудың психологиялық тұрғыдан, бұл адамның қандай адам екенін ажырататын, шариғат тұрғысынан, қазақылық дәстүр тұрғысынан өзінің ережелері бар да. Егер осы нәрсені сақтаса, мен сізге айтайын, керемет нәтиже осы кезде болады. Мысалы, қарапайым, қараңыз, пайғамбарымыз хадисінде айтып отыр да. Кімнің көршісі мынау жақсы адам деп куәлік берсе дейді, бұл адам жақсы адам дейді. Құдай алдында шынымен жақсы адам дейді. Көршісі. Енді қазақ не істеген? Қазақ қызын сұрап келген кезде көршісінен сұрайтын болған. Ай, мына көршінің қызын алайын деп едік, қандай адам деп сұрайтын болған. Сонда көршісі айтады екен, бұл қыздың шолпысы қатты сықырлайтын еді, соны амай-ақ қойсыңдар ау дейді екен. Ашығын айтады да, иә? Ашығын айтады. Өйткені көрші ол үйдегі бүкіл ұрыс-бұрыс бәле-батырдың бәрін біледі да. Енді неге ағайын деп айтпайды? Өйткені ағайын алыста тұрады да. Мынау бүкіл айқай-шу жаңағы сынып атқан ыдыс бәрін мыналар біледі. Енді ғалымдар айтады да, ал әйелі біреуді жақсы адам деп куәлік берсе, әйелі. Ол одан да керемет куәлік дейді да. Көршіден артық. Ақиқи, өйткені ол көршіден де жақын адам да. Құранда әйелі мен күйеуін бір-біріне сендер киімсіңдер бір-біріне дейді. Яғни киімнен жақын нәрсе жоқ адам. Ол сенің бүкіл кемшілігіңді біледі да. Бүкіл кемшілігіңді біледі. И сол кемшіліктеріңнен сенің Алланың алдында сен кімсің, әйелінің алдында қандай адамсың, Алланың алдында сондай адамсың. Көшеде бәрі красавчик болып жүре береді. Әлгі сыпайы амандасып, бәрі керемет болып жүре береді, ойнап күліп, ой, кімсің Жанәділ деп. Бірақ семьяда сен кімсің? Мәселе осы жерден басталады. Сен үйде кімсің? Осы. Үйде кімсің, өмірде солсың. Өмірде солсың, Құдайдың алдында дәрежеңде сол да. Ешқандай алысқа барудың қажеті жоқ. Сондықтан мен бір ғана әдісін айтып отырмын, кәдімгі әшейін көрші. Яғни болмаса келесісі, мысалы, досы. Мысалы, бір адам айтады да, өзін керемет қылып таныстырады. Мысалға, мен осындаймын дейді. Бірақ жайлап байқасаң, достары түнгі клубқа барады, ана болады, мынау. Кісі досының дінде дейді пайғамбарымыз. Адам қашан адаммен дос болады, білесіз ба? Сіз екеуің, мысалы, мен сізбен қашан дос боламын, екеуміздің ұнататын нәрсеміз ортақ. Жек көретін нәрсеміз ортақ. Екеуміздің ортақ бір пікіріміз түйіскен жерде біз дос боламыз да. А егер пікіріміз, біз жек көріп кетеміз бір-бірін, пікіріміз қайшы болса біздің. Жүріп қарайып, осы бәлені тегі деп шығасыз мысалға. Комментарийлермен атысып жатырмыз ғой біреулермен. Иә, мысалға. Айдаладағы. Иә. Ол пікір қайшылығы сізді дос қылмайды. Сіз қашан доссыз, өйткені сіз бір нәрсені жақсы көресіз, ойыңыз бір жерден шығады. Жаңағы тіпті жау ортақ болады ондай адамдардың. Жау ортақ болады. Яғни бір адамды жек көреді, сол жау ортақ болғанда мына екі адам дос болады. Бірігіп кетеді екеуі. Яғни осындай. Демек, ана адамның жаңа досы түнгі клубқа барып сөйтіп жүрсе, мынаның айтып жатқаны өтірік та. Мынау жасанды мінез көрсетіп жүрген адам. Өйткені анамен пікірлес. Анамен пікірлес. Дос. Қыздың подругаларына қарайсың басқа. Мен қазір бір-екі әдісін айтып жатырмын. Бұл әдістердің бітпейтін ережелер мен қағидалары бар. Оны сөйлесек қазір біз осы жерде отырып бір сағат тек қана әшейін түсінікті. Жігіт тану, қыз тану деген тақырыпта сөйлей аламыз. Мысалы, Мейрамбек, сен отбасы болу үшін жүрдің ба, таныстың ба, болмаса үйленгенге дейін қанша уақыт өтті, үлгердің ба танып? Қыз жігіт болып жүрген жоқпын. Жүрген жоқсың. Мүлде. Біз сапар уақытында таныстық қой енді. Сыртынан көріп қалдық. Ең бірінші нәрсе Құдайдан сұрадық та, дұға қылдық, жақсылап тұрып. Өз жаңағы Алладан аяқ киім бауына дейін сұра дейді. Детально сұрадық та. Мінезің, мысалы, шынымен өмірде өзіңе екінші жартың қандай болғанын қалайсың? Саған өмірде қандай адам керек?
осы нәрсені түсіну керек та. Енді саған мінез қандай болу керек, жаңағы бойы, түрі деген сияқты осы нәрселерді кірістік. Сөйтіп сыртынан бір көріп қалдым да, ұнатып, одан кейін сыртынан бір-екі бақылағаннан кейін ағамен ақылдасып. Осы жерде біздің қателік. Ақылдаспаймыз ғой ешкіммен. Ақылдаспаймыз. Өзімізге ұнаса болды, аламыз. Сөйтіп ағамен ақылдастық, енді бізде көп жігіттерде жалпы өз басымда да, өз бойымда да осы нәрсе бар еді. Бұл шекараны аттап өттік. Жаңағы әдемімізді көріп қалған кезде, мынау мені менсінбей қалады-ау деген қорқыныш болып қалды да. Мынау маған қарамай қоятын шығар деген сияқты нәрсе болады да, адам. Кез келген жігіттің ойында болады. Сөйтіп, одан кейін көп жігіттер тіке айтуға қорқады да, қыздың бетіне барып, мен сені жақсы көремін деп айтып қорқады. Қорқады, иә. Сөйтіп енді ағамен ақылдасқан кезде аға айтты. Бірден бетіне барып айт деді. Одан кейін жаңағы қызды сындырудың мынандай бір 5 қағидасы, 5 ережесі бар деді. Ол енді ақылы. Ол ақылы. Сөйтіп соны қолданып, бірден барып бетіне айтып, 3 рет көрістік, шынымды айтайын. 3 рет жолықтық. Міне бүгін таныссам, ертең ары күні 3 рет жолықтық та, сөз байласып, бір-бірімізді түсінісіп. 3-ші кездесуде. Иә, ойымыз бір жерден шығып, одан кейін некеге әрекет жасадық. Мен бірден айттым, бірақ жаңа 5-6 ай қыз жігіт болып жүріп, күніге WhatsApp-тан қайырлы таң жаным, қайырлы түн деп жазатын уақытым жоқ. Олай ырбиып жүре алмаймын. Бірден неке қиямыз дедім. Бірақ анау алғашқы қараңыз, бұл жерде қараңыз. Бүкіл шарт ереже сақталып тұр. Бірінші, екеуі бір-біріне деген жаңа жүректегі бұнау байлану алғашқы искра, жаңағы жарқ ете қалған бар. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, толық тану бар. Мен білемін, өйткені түгел осының басқасында жүрмін. Әкесімен сөйлестім барып қыздың мысалы. Бұның бәрі тану бар да. Яғни ол қызды біз түгел танып алдық. Яғни 3 рет кездесіп ала салу деген соқыр не бірдеңке деген бәрі өтірік әңгіме. Адам танудың ғылымын білсең, кездесу қажет емес ол адаммен. Нүктелерін дөп бассаң, сен тауып тұрсың. Толық танылды ол адам. Танылып білінді, одан кейін 3 рет жолықты. Содан кейін ары қарата біз бірден тәуекелге келдік. Мына психологтардың күшті айтатын әңгімелері де бар. Енді ол жалпы біз бұрыннан айтып жүрген әңгіме негізі. Мысалы, қыз бен жігіт жүру деген өзі не өзі? Мен осы нәрсеге түсіне алмаймын да. Иә. Мысалға, егер ода үйленетін ниет жоқ болса, үйленетін. Неғып жүр? Алам алмаймын деген мәселені нақты айта алмаса, онда сен неғып жүрсің сонда? Ұзақ ойлан. Яғни жай әшейін уақыт өткізіп, немесе жаңағы неңді қанағаттандырып жүрсің ба, жаңағы қажеттіліктеріңді, жыныстық қажеттіліктеріңді, не жүрсің мынау? Мысалға да, кім-кімді алдап жүр сонда? Мен ол қыз бен жігіт болып жүрме, бұл пәлен түген деген пока ондай тақырыпты қозғауға мен қоғамға ерте деп есептеймін. Мәселе бұл жерде сен жайлап қара, сен не үшін жүрсің? Мына не жүрсің мынау? Сен түбінде отбасы болу ма? Отбасы болу болса, ол шешім шығаруға осыншама уақыт керек емес. Иә. Ал енді сол мені ұнатып, осы мен үйленетіндей шешім шығарсын десең, сен не қолданып жүрсің, қандай әдіс қолданып жүрсің? Көп адамдар уже некеге дейін абыройын ашып тастайды да, одан кейін неке болмай қалады. Көп жағдайда осы. Бәрі болып қалады ғой. Иә. Ары қарата уже болды. Негізгі құлыптар ашылып қойғаннан кейін болды ғой. Керісінше осы көп жүргендер қайда ше? Соңында тізерлеп кетеді ғой, гүл беріп, сақина беріп, жүрек не істеп, ұзақ жүргендердің осы көп нәрсе басында болады. Тізе бүгіп, сол тізе бүккен күйі өмір бойы әйелдің алдында еліп кетіп жатыр. Соны әйелдер ақтайды жаңағы қыздар. Не болыпты? Бір-ақ рет тізесін бүкті ғой деп. Енді ақтай береді ғой енді көпшілік. Одан кейін тағы бір ең негізгі мәселе, енді басқа отбасылардағы проблема сияқты бізде де болды, болған жоқ емес. Мынау отбасымызда өзіміздің жаңағы туған туыспен ата-анамызбен ақылдасқан кезде мынандай нәрсе болды. Әлі жассың ғой. 21-де мысалы мен үйленейін деп отырмын да, жасым 21-де үйленейін деп отырмын. Қалтамда мысалы қаражатым жоқ. Әлі жассың ғой, бірінші мәселе. 25 жасқа дейін кел, 25 жастан кейін үйленесің деген нәрсе болды. Екінші нәрсе ақша жина. Үйленетін болсаң ақшаң бар ма? Дайын ақшаң. Ертең қалың малы, басқа нәрсесі бар. Ақша жина, жұмысқа тұр, астыңа машина ал, ертең ана ремонт болып отыр, үйді бітіріп алайық, болмаса Алматыдан бір үй алып ал деген сияқты нәрсе болды бізде де. Одан кейінгі нәрсе, жаңағы оны білесің ба, 5-6 ай танисың ба? Иә, жүргенде жоқсың ғой, точно білесің ба, ата-анасы қандай адам деген сияқты нәрсе болды да. Осы шекараның бәрін аттап өтіп, алған қалаумен. Бірақ шынымды айтайын, ақша жоқ болса да,
нақты шешім қабылдап Аллаға тәуекел еткен кезде жан жақтан құралды ғой. Енді ағайын ғой, көпшілік. Жан жақтан құралды. Әйтеуір анау болысып, мынау болысып, бір жеңнен қол шығарып, бір жағынан бас шығарып, солай болып кетеді. Енді ата-аналар сонда мына баланы үйлендірейік, қызың бар ма деп жүре бергеннен көрі ақылдасып сабақ өту керек қой, қысқасы, иә. Жаңағы Баласымен да. сабақ өту, иә, ата-аналардың өздерін тәрбиелеу керек болып тұр ғой. Тәрбиені, бала тәрбиесін үйретуден бұрын ата-анаға қалай ата-ана болуды үйрету керек. Бірінші, одан кейін бар бала тәрбиесі. Мысалы қараңыз енді сізге қызық айтайын. Жаңағы Мейрамбек бір өте маңызды мәселені ұшын шығарып қалды да. Әке шешем маған сен жағдайың жасап ал, сосын үйленесің деп айтты дейді. Міне, кез келген жанұяда осындай. Қызын оқуға түсірген кезде де ол күйеуге шығасың деп түсіріп жатқан жоқ. Жақсы әйел боласың деп түсіріп жатқан жоқ. Ақша табасың дейді ғой. Айтсам сен ағылшын тілін білгеннен не пайда, енең тілін табылмасаң мысалы. Дұрыс қой, енді ол не пайда одан? Маман болсын деп жібереді. Маман, иә, мама болудан бұрын маман болуды көбірек ойлайтын заман ғой. Енді қызықты қараңыз. Сонда ол балаға біз дұрыс емес настрой беру арқылы олардың отырып қалуына себеп болып отырмыз. Өйткені сен жағдайын жасап ал, үйленген үйленесің дейді. Сонда жағдайын жасап алу, жағдай деген жасала салатын қоғамда өмір сүріп жатырмыз да біз. Ол жәннатта ғана болады ондай. Құс жегісі келеді дейді да хадисте адам. Құс алдына дайын болып пісіп түсіп қала деген да. Барып атып, оны аулап, оны жүн тазалап жүрмейсің жәннатта. Ол алдыңа келеді өзі. Енді біздің қоғамда жағдай деген жаңағы жәннаттағыда құс сияқты бүйтіп келе салатын нәрсе емес. Сен ол жағдайды жасаймын дегенше жасың 30-ға кел. Ал 30-ға келген еркек қарап жүрмейді ғой, оған дейін талай бәлем бүлдіріп үлгереді ғой. Әрине. Ол бүлдіргендері оның оған жаза болып, бәле болып басына келмей қоймайды. Тура сол сияқты қызда сол жасқа дейін құр жүрмейді, ол да біраз нәрсені бүлдіреді. Енді қызын қараңыз. Тамырлап кеткен ағаш не істейді? Ол ағашты түзеу қиын да. Ондайлар үйленсе ажырасу тез болады. Жас шыбық қай жаққа исең иле береді. Былай исең былай иледі, байсең былай иледі. Ал мына ағашты бірақ жол барды ғой. Оны тамырымен қопарып алып тастап орнына жас шыбық егесін болды. Сол үшін ажырасып кетіп жатыр семьялар. Өйткені мына жаңағы жағдай сондай, ол тамырлап, ол жасы 30-ға келген, сен тамырлап кеткен ағашсың, сен уже кәрі ағашсың. Онда отырып қалған адамсың. Сен таңдап қалдың. Жасың сонша 30-ға келіп таңдағаның осы ма деген елдің сөзінен қорқасың. Қыз сондай нәрседен қорқады. Ең жаманын айтайын ба? Мына медицина тілінде 25 жасқа келіп туатын қызды поздний роды деп есептейді. Кеш босану деп есептейді да, ол бала өліп қалу қаупі жоғары болғандықтан оған ерекше ықыласпен қарайды екен медбикелер. Күтім жасайды. Өйткені 25 деген бұл край. Одан ары қарата бұл кеш босану болып есептеледі. 16-17 жаңағы 18 жас дейікші енді мысалы бізден. Біздің апаларымыз енді одан ерте туған ғой енді. 18 жастан бастап бұл босанатын болса, оның босануы да жеңіл болады. Жаңағы ең қызығы организм күшті болып тұрған кездер. Және ең одан да қауіптісі, неге поздний роды деген әңгіме айтылып жатыр? Кеш босану деп қарап жатыр. Өйткені еркек те әйел де тіпті қартайған сайын, жасы ұлғайған сайын жаңағы тәуекелге бел буа алмай қалады екен адам. Яғни қорқақтай бастайды адам. Мысалы жас балалар, олар көбінесе сезіммен өлшейді, тәуекелге жақын болады да, ал адамның жасы ұлғайған сайын бірден тәуекелге бара қоймайды. Сол үшін мына нелер, маркетологтар немесе әлемдік байлар айтады да, бизнес ашылса, бұл 30-ға дейін ашылу керек дейді да. 30 бен 40-ның арасында ол бизнес жан жағындағыларға үйретілу керек дейді. 40-тан кейін ешкім тәуекел ете алмайды екен ондай нәрсе. Бұл адам тәуекелшіл болмайды. Сақтықпен қарайтын болады. Әлгі 40-қа дейін адам леп белгісімен өмір сүреді, 40-тан кейін сұрақ белгісімен өмір сүреді деген мәселе осыдан шығады. Сонымен айтатын мәселе, тағы бір маңызды мәселе, ата-аналар балаға сен жағдайын жасап ал, одан кейін үйленесің деген нәрсе болмау керек. Ондай нәрсе болмау керек. Баяғы заманда Құнанбай кімді, Шәкәрімнің әкесі Құдайбердіні үйлендірген кезде, ал енді мынау сен енді елестетіп көріңіз енді осындайды айтып отырса. Сен енді жағдайын жасап ал Құдайберді, одан кейін көреміз енді. Жаңағы университетті бітір. Ондай нәрсе жоқ. Құнанбай бүйтіп айтқан. Бол,
құдай бердін үйлендіреміз, анау Маңғыстауда кіші жүздің ішіндегі жаңағы жетімнің ішіндегі жаңағы Алдаберген деген ақсақалдың Төлебике деген қызын аламыз дейді. Сол қызды аласың ба демеген. Аламыз. Аламыз дейді соны дейді. Сонда аналар бермей қалады ма дегенде мәселе жоқ. Анау беретініне де сенім болып тұр да Құнанбайда. Болды, мына жігіт уже жігіт болып қапты, үйлендіреміз. Сонда Төлебике туралы, шешесі туралы Шәкәрім айтады ғой. Қараңызшы, менің анам дейді, Мұхтасарды жатқа білетін адам еді дейді. Қандай адам таңдап отыр Шәкәрім? Мұхтасарды жатқа білетін деген намаздың, оразаның, садақа, зекет беру осының қалай берілу заңдылықтары мен ережелерін, яғни шариғат тілімен айтқанда фиқты жатқа білетін адам болғанда. Бұл сұмдық ғалым деген сөз. Қазір ғалым ғой. Ғалым, қазіргі заманда ол ғалым әйел. Соны аламыз деп айтты дейді болды. Содан Шәкәрім туылып отыр. Шәкәрім неге шықпай жатыр? Төлебикелерді таңдай алмай жатырмыз да біз. Таңдайтын адамдарымыз айтып жатыр, жағдайың тоқта деп жатыр да, жағдайың не қылып алсын демесін деп жатыр. Ақылды үйленем дегенше ақмақ бала болады деген. Сол ғой? Иә, сондай мақал бар. Жаңа Познер Роди деген 25 жастағы алғашқы босану ғой, иә? Алғашқы босану. Дұрыс. Енді мысалы жалпы отбасы болдық. Отбасы болып қойдық енді. Ары қарай ше, ары қарай. Енді ұрыс керіс қаптап жатқан мысалы Қазақстан статистикасын естіп жүрсіз. Әлем бойынша екінші орындамыз ажырасудан. Біздің артымызға қалып кетті Ресейдің өзі. Ресей жа ойбай деп жатырмыз ғой, біз мұсылманбыз, біз қазақпыз, біз дәстүріміз салт, бірақ Ресейді артқа тастап кеттік. Жалпы проблемасы не ол ажырасудың? 2 жыл, 3 жылға жетпей кетіп жатыр жастар. Жалпы бір проблемасы бар ма? Бір проблема емес, бірнеше проблема ғой енді. Біз қазір мен бір мәселелерді айтып шығайын. Бұл